Бойдақ қыз түсінде шұңқырдан шығып келе жатқанын көрсе, өміріндегі қиыншылықтардан құтылатындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде шұңқырға түсіп, ол жерден аман-есен шықса, тұрмыс құратындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде шұңқырға түсіп кетсе және ол жерден шыға алмай жатса, оны көре алмай жүрген адамдардың бар екендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде шұңқырға түсіп кетсе және ол шұңқырдан шығып жатса, өмірінде бір қиыншылыққа тап болып, ол қиыншылықтарды жеңетіндігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде біреудің шұңқырға түсіп кеткенін көріп, оны құтқарып алса, айналасындағы адамдарға көмек беріп жүргендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде шұңқырға құлап өліп кетсе, бүкіл қиыншылықтардан құтылатындығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде шұңқырға түсіп кетсе, ол жерден аман-есен шықса, күйеуін жақсы көретіндігіне ишара. Ал егер жарақат алса, күйеуі екеуінің арасында бір түсінбеушіліктер бар екендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде шұңқырда тығылып отырғанын көрсе, қаламаған аманатты мойнына алғандығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде шұңқырда мәз-мейрам болып отырса, жақында жүкті болатындығына ишара. Ажырасқан әйел түсінде шұңқырға түсіп, ол жерден аман-есен шықса, онда сізді мазалап жүрген ойларыңыздың, әлеуметтік жағдайларыңыздың түзелетіндігіне ишара. Ажырасқан әйел түсінде үлкен шұңқырға түсіп кетсе, бұл оның отбасылық өмірінде жіберген қателіктері үшін жазасы екендігіне ишара. Бірақ сол қиындықтарға сабыр еткендігі үшін Алла тағаланың сыйы бар екендігінің белгісі. Жүкті әйел түсінде шұңқырға түсіп, ол жерден аман-есен шықса, онда қаржылай қиыншылықтардың біткендігіне ишара. Жүкті әйел түсінде шұңқырға түсіп, ол жерден аман-есен шықса, жүктілігінің жеңіл өтетіндігіне, дені сау бала өмірге әкелетіндігіне ишара.